Саламатсыз ба, құрметті тыңдарманым, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз сізбен кәсіпкер болған қаңғыбас атты әңгімені баяндап тыңдайтын боламыз. Ел арасында пешенеңе не жазылады, соны көресің деген тәмсіл сөз айтылады. Жер бетінде қаншама тіршілік иесі болса, соншама тағдыр бар. Бір сәт айналаңызға зер салып қарасаңыз, бәрі бірдей көрінгенімен бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Әлбетте, жаратушының жазғанынан асып кете алмаймыз. Дегенмен, маңдайға жазылатын тағдырға адам баласының да тамшыдай болса да қоса үлесі барын жоққа шығарада алмаспыз. Сөзіміздің басын бұлай бастауымызға арамызда жүрген жандардың түрлі тағдырлары себеп болып отыр. Шын мәнінде бірінің бақытты жүзінен нұр төгілсе, енді бірінің бақытсыздықтан еңсесі түсіп, салы суға кетеді. Бәлкім, біреу тойып секірсе, біреу тоңып секіреді деген осы шығар. Бүгінде қоғам байлар мен кедейлер болып екі топқа бөлінеді. Ал олардан бөлек бұрын соңды естімеген үшінші топ, яғни бомждар пайда болды. Алайда біз оларға мұрнымызды шүйіре қараймыз. Жол жөнекей кезігіп қалса, жиіркене жанынан тезірек өтіп кетуге тырысамыз. Күйбеңі көп қаланың тіршілігі таусыла ма? Әйтеуір таңмен таласа, адамдар өз жұмыстарына асығып бара жатады. Күнделікті бір жолдың бойымен жүргендіктен сол маңайдағылар көз таныс болып қала берді. Сөзіміз де жарасып жатады. Бірде аялдаманың жанында жап-жақсы киініп алған, жасы 50-дің ожақ бұжағындағы ер адам ащы суға сылқия тойып алса керек. Масайрап, тілі күрмеліп, түсініксіз бір сөздерді айтып, айғайлап отыр екен. Жанынан Құдай есіркесін дедім де өтіп кеттім. Екінші күні тағы да тап сол күйінде көзім шалды. Арада бірнеше апта, ай өтті. Бірақ бір кездері таза киініп, түр-тұлғасы әжептәуір болып отырған әлгі кісі енді кір қожалақ, үсті басы алба-жұлба, қолы күс-күс, беті жырым-жырым күйге түсіпті. Кәдімгі қоқыс ақтарып, кім көрінгеннен қайыр сұрап, тіленіп жүретін дәл қаңғыбастың өзіне айналған. Іштей жаным ашып, үйге ертіп апарғым келді. Алайда, жер бетіндегі тірі жанның бәрі бір Алланың құлы, оларды есіркеме, бір Құдай есіркесін деген сөз санама келеді де тұрады. Сөйте тұра, еш болмаса ыстық тамақ алып ішер деген оймен қалтамдағы тиын тебенді беріп кетемін. Тіпті соңғы кездері бозарып таң атқанда ол кісінің амандығын көру үшін жұмысқа асығатын болдым. Бүгін де аялдамаға тезірек жүріп келе жатырмын. Анадайдан отырғанын байқап, көңілімді тоқсанадым да, жанына барып қолымдағы тиынымды берейін десем, көзінен аққан ыстық жасы, еңкілдеп жылаған даусы сай сүйегімді сырқыратып жіберді. Содан бір сәт бәрін жиыстырып қойып, сөйлесуді жөн көрдім. Отырғаным сол-ақ екен, әңгімесін бастап кетті. Қызым, 90-шы жылдары аумалы төкпелі уақытта жұмыс іздеп бәріміз сабылып қалаға келдік. Қорадағы бір-екі бас малымды сатып, азын-аулақ ақшама ағаш сатумен айналыстым. Құдайға шүкір, жасаған еңбегім нәтижелі болып, ісімді кеңейте бастадым. Менің артымнан ауылдағы ағайындарым, жора жолдастарым келді. Оларға да осы кәсіпті үйретіп, таныс жігіттерден қарызға ағаш әперіп, сауданың қыр-сырын үйреттім. Еш қайсысы да жаман болған жоқ. Өзім базардан 15 орын алып, інілерімді қойып қойдым. Табыс көзі де жақсарды. Жиналған қаражаттарға қаланың орталықтарынан жер алып, мейрамхана, қонақ үй салдым. Отбасымды қалаға көшіріп, үлкен үй тұрғыздым. Әйелім, 3 қызым мен жалғыз ұлымның ішкені алдында, ішпегені артында еді.
бірақ соның бүгінде біреуі де жоқ, деп ағыл-тегіл еңіреп жібергені. Мен болсам не дерімді білмей үнсіз отырған күйі отырып қалдым. Бір кезде өксігім басты да қайтадан әңгімесін жалғады. Алғаш мына жанымда тұрған мейрамхананы салып едім. Күзетшілер көлігімнен түсер түспестен аяғымды жерге тигізбей ішке кіргізетін. Барлығы алдымда құрдай жорғалайтын. Енді кеудемнен итеріп шығарып жіберетін болды. Әй, кімге ренжимін, бәріне өзім ғой кінәлі. Қалтама біткен бума-бума ақшаның буына масайрап, қызық іздеп, қала кезіп, құмар ойынның ажырамас серігіне айналдым. Есіл дертім карта, казино еді. Тіпті қона жатып ойнай беретінмін. Бірде ұтасың, бірде ұтыласың. Әрине, ұтқанымнан ұтылғанымда есеп жоқ. Кейде осы Алматыдағы ойынханаларды менсінбей, шетелге арнайы ұшып барып, ол жақтағы мықты деген казиноларды аралап қайтушы едім. Сөйтіп шалқып тасып жүргенде бар байлығымды құмар ойынның соңына салып жібергенімді білмей де қалдым. Бастаған кәсібім тоқтады. Алайда әйелім де мені жақсы пайдаланған екен. Қаладағы 2 үйімді, 1 қонақ үйімді, 2 мейрамханамды, бірнеше көліктерімді өзінің және балаларымның меншігіне аударып алыпты. Сосын менен еш пайда болмағаннан кейін оп-оңай мені далаға қуып жіберді. Еш болмаса балаларым әкесін іздер деп едім, қателескен екенмін. Мынау қазір қызымның меншігіндегі мейрамхана. Күніге менің көлігімді мініп келеді. Көзіме оттай басылады. Қайтейін, өз қанымнан жаралған балаларым теріс айналғасын, не үміт, не қайыр. Баяғы менің артымнан келіп кәсіптерін бастаған жолдастарым да, ағайын туыстарым да безіп кетті. Егер қолыңда ештеңе болмаса, сені де ешкім керек етпейді екен. Әйтпесе жанымда ағалап, көкелеп жүргендер қайда? Қызым-ау, күндердің күнінде қоқыстан тамақ теріп жеп, көшеде қаңғып қаламын деп кім ойлаған? Деп ауыр күрсінді де үнсіз қалды. Әр пенденің тағдыры әрқилы. Осы ертеректе үйсіз-күйсіз көше кезіп жүретін қаңғыбастар көп болмаған ғой. Бәлкім сол кездегі адамдардың пейілінің кеңдігі, ниетінің түзелігі шығар. Әйтеуір бүгінгі таңда бұрын соңды естімеген, көрмеген жайттар алдымыздан кесе-көлденең шығатын болды ғой. Тіпті бұрын біздің тілдік қорымызда қаңғыбас деген сөз жоқ болатын. Қаңғыбас түгілі ара-тұра үй-үйді аралап қайыр сұрайтын сығандарды көргенде бала біткеннің барлығы қуыс-қуысқа тығылып тым-тырақай қашатынбыз. Алайда қазіргі уақытта қаңғыбастарға мойын бұрып қарамаймыз да. Білесіздер ме, бомж, қаңғыбас сөзі алғаш рет 1970 жылы Ресейдегі милиция хаттамаларының бірінде тіркеліпті. КСРО кезінде қаңғыбастар түрмеден босап келгендер мен вокзалдарда түнейтін маскүнемдер ғана болған көрінеді. Ал қазір кез келген жерден кездестіруге болады. Қаңғыбастар негізінен үлкен қалаларды мекен етеді. Себебі мұнда тамақ тауып жеу қиын емес. Әсіресе Алматы сынды үлкен қалаларда қаңғыбастардың көп болуы да сондықтан шығар. Алайда сол қаңғыбастардың қатарында қалаға жұмыс іздеп келіп, қолындағы барынан айырылып, үйіне қайтайын десе қайта алмай, өлместің күйін кешіп жүргендер бар. Бірақ енді ғана аяғынан тік тұрып, дамып келе жатқан, әрі халық саны аз қазаққа бұндай жайттың етек алуы көкейкесті мәселе. Тіпті қоғамда бір жігітке 7 қыздан келетінін ескерсек, азаматтардың көше кезіп жүретін орны бар ма? Біле білсек, әрқайсысы бір-бір үйдің отағасы атанып, біріне күйеу, біріне жолбастар аға, енді біріне асқар тау әке болып отыруы керек емес пе? Дегенмен осы тақырып төңірегінде ізденіп жүріп талай адам сенгісіз жайттарға куә болдым. Соның бірі әлемдегі ең бай қайыршы
пакистандық Абдул Саттар Эдхи екен. Бірақ оның басқа қайыршылардан айырмашылығы бар. Ол қазір 25 жекеменшік аурухана, 1800 жедел жәрдем көлігі мен 335 көмек көрсету орталығының иесі. Ақшасы болмағандықтан ауру шешесін ажалдан арашалап алуға шарасы болмағанын ұмытпаған Эдхи енді мұндайды ешкім бастан кешірмесін деп үй-үйді аралап жүріп жинаған ақшасына тұрмысы нашарларға арналған аурухана ашудан бастапты. Қазір 85 жастағы Эдхи әлі де көшеде қайыр тілеп жүреді. Қайыр тілеуді бастаған күннен бастап әрбір тиынын жинап 1951 жылы бір кішігірім диспансер ашыпты. Көтерме бағамен сатып алған дәрі-дәрмектерді мұқтаж адамдарға нарықтағыдан төмен бағаға сатып, тұрмысы нашар адамдарға диспансерде тегін қызмет көрсетілуін қамтамасыз еткен. Оның жасағандары аз уақыт ішінде ел арасына тараған соң, оның ақша жинау мақсатын біліп, садақаға деп көбірек ақша беріп, қайырымдылығына үлес қосқысы келгендер ол қайыр тілейтін көшеге жиірек іздеп баратын болыпты. Әлбетте, қайыр тілеп, жиған тергенін игілікті іске жұмсап жатса, оның несі айып? Қалай десек те, бүкіл әлем қаңғыбастармен күресіп келеді. Айталық, Берлинде 1930 жылдары үйсіздер үшін баспана ашылған. Дәл осындай көрініс ақш-та да қайталанған. Қуықтай бөлмеде адам айналып жүре алмаса да, ол үйінен безгендердің бақытты ордасына айналған. Құстың ұясы деп аталатын бөлмелер Ұлыбританияда да ертеректе пайда болған. Кейбір деректерге қарағанда, жер шарында 100 миллионға жуық қаңғыбас бар көрінеді, және олармен арнайы жұмыс та жүргізеді екен. Мәселен, Америкада кез келген жерде ашық түрде арақ-шарап ішуге тыйым салынған. Қас-қарая саябақтарда түнеуге, тротуарлардағы орындықтарда ұйықтауға болмайды. Осы заңды бұзған қаңғыбас түрмеге жабылады. Ал Сауд Арабиясында көше кезген кезбелерге қарсы күрес шаралары ұдайы жүргізілсе, Рига қаласында жергілікті билік қала орталығында қайыр сұрауға тіпті тыйым салып, тек шіркеулер маңында ғана алақан жаюға рұқсат етіліпті. Міне, өзге елдер тегеурінді жұмыс жасап, халықтың әл-ауқатын, тұрмыс деңгейін бақылауға алатынын байқадық. Бәлкім, біздің елімізде де адамдардың жағдайына қарай еңбек етуіне мүмкіндік жасап, баспана мәселесін жолға қойса, алақан жайып, қайыр сұрайтындардың саны азаяр ма еді? Кім білсін? Әсел Ризаева.